Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздердің назарларыңызға тағы да дискурс туралы мәлімет ұсынғым келеді. Жалпы дискурсқа қатысты 300-дей анықтама ғылыми зерттеу еңбектерде беріліп жүр. Соның ішінде кеңінен таралғандары бұл дискурстың коммуникация мен мәтіннің қосындысынан түзілетіндігі, дискурстың қарым-қатынас моделі болатындығы, ал мәтін сол модельдің нақты өмірде жүзеге асуы. Мәтін бұл тікелей сезіммен берілген шындық, мәтінді көруге болады, оқуға болады, мәтінді басқа адамға беруге болады, яғни осы мәтінге қатысты оны ғылыми тұрғыдан зерттеумен байланысты емес, кейбір әрекеттерді жүзеге асыруға болады. Ал дискурс бұл ғылыми абстракция, сөйлеу хабарламасын қалыптастыру тетіктерін болжаммен тырнақша ішінде қалпына келтірудің бір түрі, объективті шындықтың материалдық бағаламасы жоқ. Яғни бұл жерде дискурстың мәтінмен байланыстылығын көреміз. Дискурс ол процесс, яғни үдеріс, ал сөйлеу процесінен түзілген өнім бұл мәтін болып табылады. Сондықтан біз мәтінді нақты көре аламыз, оны пайдаланып басқа біреуге бере аламыз, ал дискурс бұл ғылыми абстракция болып табылады. Дискурста сөйленетінді түсіндіру алдыңғы контексті, яғни соның алдында қандай дискурс болғандығын, оның мазмұнында не болғандығын білуді қажет етеді. Жалпы дискурстық зерттеулердің қазіргі кездегі сипатына тоқталсақ, негізінен антропоөзекті сипаты, когнитивтік дискурстық сипаты, лингвосинергетикалық сипаты туралы айтуға болады. Бұл антропоөзекті парадигмада тілді тіл үшін емес, тілді адамды тану үшін зерттеу негізгі болып саналады. Ал когнитивті дискурстық парадигмада тіл бұл когнитивтік үдеріс ретінде анықталады. Ол коммуникативтік әрекетте жүзеге асады, яғни коммуникативтік әрекетте отырғанымыз дискурста жүзеге асады. Ал оны жүзеге асыруға адам миындағы, санасындағы когнитивтік құрылымдар мен тетіктер негіз болады. Лингвосинергетикалық аспектіде қарағанда, бұл дискурс ашық сипатқа ие жүйе, дискурс сызықтық емес жүйе, дискурс өзі реттейтін, дамытатын жүйе болып саналады. Когнитивті дискурстық парадигмада өзара сабақтастырылатын түсініктер болады. Оның біріншісі білім мен оның моделі, ақпарат, оның түрлері, мағына, тілдік және когнитивті құрылым сапасында, концепт менталды құрылым сапасында ұғынылады. Ал келесі түсінік бұл фрейм, білімнің базасы ретінде ұғынылса, содан кейін дискурстық тәжірибе, оның ішінде әлеуметтік тәжірибе, осы когнитивтік дискурстық парадигмадағы өзара сабақтастырылатын түсініктер. Және осы парадигмада тілдік тұлғалар, коммуникативтік тұлғалар, дискурстық тұлғалар және тілдік кеңістік, коммуникативтік кеңістік, дискурстық кеңістік деген түсініктер бір-бірімен сабақтастырылып ұғынылады. Осы ұғымдардың бір-бірімен байланысына және осы ұғымдарға сипаттама берсек, тілдік тұлға бұл тілдік қабілетке ие, бірнеше тіл білетін тұлға. Бір адам бойында бірнеше тілдік тұлға бола алады. Тілдік тұлға тілдік кеңістіктен шығып қалуы да мүмкін. Коммуникативтік тұлға, бір коммуникативтік тұлғада екі тілдік тұлға бола алады. Екінші тілдік тұлғасы аудармашы сапасында көрінеді. Адресант пен адресат ретінде көрінеді. Өз тәртібін қарым-қатынасқа түсушіге бағдарлай алатын адам ретінде көрінеді коммуникативтік тұлға. Және ол коммуникативтік кеңістікті жалпы тірі адамдар кеңістігі деп түсінеміз. Дискурстық тұлға бір ғалым бір баяндамасын өзі бірнеше тілде баяндай алады. Бір дискурстық кеңістікте сонда бір ғалымның өзі бірнеше тілдік кеңістікті орналастыра алады. Сөз өндірісі сапасында қызмет етеді дискурстық тұлға, өз сөзінің мазмұнына жауапкершілік алады, өз сөзін түзген сәттен бастап дискурстық кеңістігі пайда болады. Дискурстық тұлғаның коммуникативтік тұлғадан айырмасы бар. Дискурстық тұлға, яғни дискурсты сұранысқа ие тұлға, бұл адамның тәнісізде өмір сүре алады. Яғни ғалымның хаты өлмейді деген қазақтың сөзі осы дискурстық тұлғаның негізгі айырмашылығын көрсетеді. Түзілген дискурс сұранысқа сай болса, ол өмір сүре береді. Сондықтан дискурстық тұлғаның өзі болмаған жердің өзінде де кеңістікте ол виртуалды өмір сүреді. Осыны ғалымның хаты өлмейді деген қазақтың сөзі өзінің бойында түйіндеп тұр. Жалпы дискурстық кеңістіктің модельдену бағыттарын үш нәрсеге қазықтаймыз.
бұл дискурстың түзілуіне талдау жасауға, адресаттың дискурсты қабылдауы мен түсінуіне талдау жасауға және дискурстық әрекеттесу үдерісін сол дискурста түзілген мәтін тұрғысынан талдауға. Сіздерге ұсынылатын бүгінгі ақпарат осындай. Кәделеріңізге жараса қуаныштымыз. Тіл ғылымы каналына кері байланыс жасап, пікір жазуларыңызды сұраймыз. Сау болыңыздар.